Жетісай қаласының тұрғынымын. Есімім Динара, көп балалы анамын. Жетісай қаласының әкімі Елшібаев Тұрышбек мырзаның туған келіні Сартаева Ақбота жұмыспен қамту орталығында істейді. Сартаева Ақбота менің үйіме келіп, әпше өзіңіз сияқты көп балалы аналар болса, бала шағасы бар аналар болса, мемлекет тарапынан атаулы әлеуметтік көмек қайтарымсыз грант шығарып беремін деп, үйме туған бөлем Ордабеков Нұрлыбек екеуі үйме келіп, сосын мен өзімнің аралас жүрген келіншектеріме, көршілеріме, 20 шақты әйелдерге айтамын. Сосын ол кісілердің ақшасын жинап алып, Сартаева Ақбота ақша берсе ғана мен шығарып беремін, ақша бермесек біз шығарып бермейміз, жұмыспен қамту орталығында мен істеймін деп, мені сендіріп, мені алдап, мен ана мынау емес, қала әкімінің келінімін, мен сізді алдап кетпеймін, бәріне шығарып беремін деп 20 адамның ақшасын алып бастапқыда атаулы әлеуметтік көмек шығарып береді Сартаева Ақбота әкімнің келіні. Сосын қалған адамдарға, ол адамдар өздерінің адамдарын тартып, общий 60 адамның құжаты мен ақшасын жинап алып, қалған адамдарға шығармай қояды әкімнің келіні. 8 миллион теңге халықтың ақшасын қайтарып берсін, әділдік болған қалаймын, әділ түрде шешілсін деймін, халықтың ақшасын берсін әкімнің келіні. Әкімнің запистері, аудиозапистері, ақша алған дәлелдің бәрі бар менде. Флешкеге, дискіге бәріне басып, ертең сотқа өткізем деп отырмын. Мен айтарым, халықтың ақшасын қайтарып берсе болды маған. Маған емес, халықтың өздеріне қайтарып берсінші осы Сартаева Ақбота. Әкімнің алдына қанша рет кірдім, алдап сұлдап мені қайтар жүрет, күйеуім екеуміз қанша рет кірдік алдына, болды. Әні мәмілеге келейікші дейді, мәмілеге әлі келмей жатыр. Әкім Елшібаев Тұрышбек мырза. Келіні ақшаны жеп қойды ма, халықтың ақшасын қайтарып берсін бұл жерде. Сол менің туған бөлеммен сол әкімнің келіні үйіме талай рет келіп, талай рет шайымды ішіп кетті үйіме кеп. Мен бүйтіп алданам деп ойлаған жоқпын. Мені үгіттеп, мені алдап кетті, осы халықтың ақшасын қайтарсын. Главный бұл жерде. Халықтар да ақымақ емес қой, сеніп ақшасын беріп атқаннан кейін берсін, әділдік болсыншы бұл жерде. Болды. Әкім ол алдай береді бұл жерде.